Сәлем достар, сіздермен миссис Мадинам. Уже 11-ші сабаққа келдік. Ең алдымен 10-ші сабақтың үй тапсырмасын тексерейік. I have a car. Менің көлігім бар. We are at home. Біз үйдеміз. She was at home. Ол, яғни қыз, үйде етін. My aunt is calm. Менің әпкем байсалды. I wash the apple. Мен алманы жуамын. I waste my time. Мен уақытымды кетіремін, немесе жоғалтамын. I like her taste. Маған оның талғамы ұнайды. Маған оның вкусы ұнайды, талғамы ұнайды. Ал мына бағанға қарап, өзіңіздің үй жұмысыңызды толық тексеріп алыңыз. Сөздердің барлығы осы ретте орналасуы қажет. Ал енді жаңа сабағымызды бастайық. Берілген мақалдарды сіз оқып бастаңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Кеттік. Better late than never. Ештен кеш жақсы. Лучше поздно, чем никогда. Келесі. Time is a great healer. Уақыт емші. So many men, so many minds. Қанша адам, сонша пікір. Қызылмен белгіленген сөздердің барлығы ерекше оқылатын сөздер болып саналады. Біз сіздермен толық A, E, Y әріптерінің оқылу ретімен таныстық. A әріпінің кестесі осындай, E әріпінікі және Y әріпінікі осы кестелер. Дәл осы кестелерді распечаткадан шығарып алып, қарап, оқып жүрсеңіздер болады. Бұның барлығы дайын, бұның барлығын біз сіздермен өттік. Ал енді кішкене жаттығайық. Мен шығарған сөздердің барлығын тез-тез оқып шығыңыз. Менен бірінші оқуға тырысыңыз, жарайды ма? To like, sad, leave, also, stone, sand, tea, law, cheese, to walk, fall, eat, glass, grass, bread, weather, to play, to pay, to afraid, heavy, breakfast, hair, key, kettle, sharp, dark, air, to dry, hat, pen, bed. Ал енді біз бүгін сіздермен I әрпін өтетін боламыз. Осы уақытқа дейін біз сіздермен I әрпін өткен емеспіз, сондықтан басынан бастаймыз. Ашық буында алфавит бойынша оқылады. I, time, drive. Ал жабық буында E деп оқылады. Мысалы, kiss, thin, insist. I әрпіне қатысты ең көп қолданылатын сөздердің бірі, және ол ережеге бағынбайды. City, city, қала. Ал енді жаттығайық.
Мен оқимын, менен кейін қайталаңыз. Eat. Simple. I. Time. Thin. Lip. Ал енді сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Middle. Kiss. Invite. Insist. Ал енді осы сөйлемді оқып көрейік. Ерекше оқылатын сөз осы сөйлемде бар. This is Toronto. It is a big city. Бұл Торонто. Ол үлкен қала. City деген сөзді ұмытпаңыздар. Lips. Ерін. Time. Уақыт. Thin. Арық. To drive. Айдау. Сонымен қатар IR әріптерінің қосындысы бізге деген дыбыс береді. Мысалы, third, girl, bird. Как будто әріпін айтқан сияқты боласыз, бірақ жартылай айтасыз, Ал енді жаттығайық. Менен кейін қайталаңыз. Girl, bird, shirt, first. Ал енді сіз оқыңыз. Third. Dirty. Flirt. 30. Stir. Bird. Құс. Girl. Қыз. Shirt. Рубашка, көйлек. Dirty. Кір, лас. Келесі оқылу реті бізде ая. Мысалы, wire, liar, fire. Ал енді жаттығайық. Сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Wire, liar, fire, diary, retire, flyer. Ал енді мына сөздердің транскрипциясын жазып шығыңыз. Diary. Күнделік немесе блокнот. Fire. От. Liar. Өтірікші. Ағылшын тілінде осы екі әріпті өте көп шатастырады. G және Q. Ал егер осы екі әріптің қосындысын көретін болсаңыз, онда ол Q деп оқылады. Мысалы, quiet, quick. Осы жақта quick сөзінде C және K әріптеріне ерекше назар аударуларыңызды сұраймын. Егер C және K әріптері бірдей кездесетін болса, онда ол К деген дауысты береді. Сонымен біз сіздермен бүгін не үйрендік? Қорытындылайық. Бүгін не үйрендік? I әріпінің оқылу ретінің кестесін бастадық. Біліп алды, қандай сөздің ерекше оқылатынын. Сонымен қатар Q және К дыбыстарының қай әріптердің қосындысынан жасалынатынын білдік. Ал енді үй тапсырмасы. Берілген сөздердің барлығының транскрипциясын дұрыс жазып шығыңыз. Жалпы транскрипция сіздерге не үшін беріледі? Ағылшын тіліндегі сөздердің оқылу ретін дұрыс білу үшін транскрипцияны жаза алу міндетті. Ал сіздермен болған миссис Мадина. Сабақтардың қиындай түсіп жатқанын байқап жатқан шығарсыздар. Бұның барлығынан өтсеңіздер, сіздер кітап оқып кетесіздер ағылшын тілінде. Сондықтан еш мұңаймаңыздар, берілмеңіздер, міндетті түрде тапсырмаларды орындап, бүгін болған материалдардың барлығын меңгеруге тырысыңыздар. Келесі кездескенше, goodbye!